құрметті ханымдар мен мырзалар. Армысыздар, ардақты ағайын. Осы жылы елімізде айтулы мерекелер көп. Соның бірі және бірегейі бас заңымыз Конституциямызға биыл 25 жыл толып отыр. Дала демократиясына сүйенген қазақ елі ежелден ақ заңдарын Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, әз тәукенің жеті жарғысы деп тарихқа белгілеп, билер институты мен қоғамдық мәселелерін реттеп отырды. Конституция алғаш рет Англияда 1679-1688 жылдары құқықтар жөніндегі билл деген атпен қабылданды. Ал жазбаша Конституция 1787 жылы ақш-та, одан кейін 1791 жылы Франция мен Польшада өмірге келді. Елімізде 1995 жылдың 30 тамызында тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың бас болуымен бүкіл халықтық референдумда жаңа конституция қабылданды. Бұл құжат еліміздің құрылымын нығайтып, біздің міндеттеріміз бен құқықтарымызды айқындап берді. Қазақстан Республикасының конституциясы мемлекет негізінің іргетасы. Бүгін мемлекетімізді мекендейтін халықтардың тыныш, әрі бейбіт өмір сүруінің негізгі кепілі болып отырған Конституциямыздың мерейлі 25 жылдығын тойлап жатқан Алатау дәстүрлі өнер театрының Атазаң алтын қазығым атты салтанатты мерекелік кешімізге қош келдіңіздер. Мәртебелі мерейтойымызбен арнайы барша қазақстандықтарды және Алатау дәстүрлі өнер театрын құттықтап жатқан экономика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясының академигі Рахман Алшанов мырзаның лебізімен бүгінгі салтанатты кешімізді бастаймыз. Бүгінгі мерекемен барлықтарыңызды құттықтаймын. Біз енді 25 жылда көп нәрсе жеттік, қолымызда көп нәрсе келеді. Сондықтан бүгінгі таңда еліміз туды биік көтеріп жүрсін деп айтқым келеді. Төл мереке өзіміздің мерекеміз. Біз үшін ешкім жұмыс істемейді. Конституция қазір біздің қолымызда, біреу ешкім әкеп бермейді. Сондықтан біз осыған қуанайық, бірге жұмыс істейік, елімізді дамытайық, туды биік ұстайық. Бірлік бар да, тірлік бар. Мереке құтты болсын. Мен енді Алатау театрында болып жүрмін, көріп жүрмін. Жақсы ұжым бар жиналған сияқты. Қазір қарасаңыздар, театрдың орны халықты тәрбиелейтін, халықты ойландыратын, үлкен проблема көтеріп театрдың орны ерекше. Сондықтан театрға келетініміз міне қазір өздеріңіз жаңа басылымдар болсын, басқалар болсын, шетелдік болсын, қалай болсын, бірақ халыққа бүгінгі таңды керек. Халықты алға шақыратын, жол көрсететін театр болу керек. Оған енді ұжым күні жұмыс етпіз, Құдайға шүкір біздің театрдың мәдени қызметкерлері өте дарынды, көрден көріп жүрміз. Қолына келетін әзіл көп, бірақ дегенмен де алда селетін жұмыс аз емес. Театр биіктен көріне берсін. Ұжым бүгін шығармашылық ізденісте жаңа табыстарға ие болсын. Бүгінгі концерт Алатау дәстүрлі театрының концертті тыңдайсыздар, мерекелейсіздер, мереке арналған концерт, мереке құтты болсын. Концерт жақсы тамашалаңыздар.
қылатын тілегі шын. Ей ұлым, отанымның түлегісің. Іргесін туған елдің тіреп тұрған қадірін ата заңның білемісің? Ешкімде мін тағалмас елдігіме, дауласып жараспайды белдігіме. Бойында ата заңның өріліп тұр, даламның кеңдігі де, теңдігі де. Бағынған өз заңына жұмыр қалам, сондықтан күннен жерім суынбаған, қоғамның сан саласын реттейтін әрбір заң ата заңнан туындаған. Болғанмен бұл өмірде айлан күшті, ел үшін кім тынтырар қайран істі. Еліңнің дамуымен дағдарысы, ол дағы ата заңға байланысты. Нұр шашқан жас ұрпақтың ұғымына, тікелей әсер еткен ғұмырына, айналды ата заңын мызғымайтын тәуелсіз мемлекеттің тұғырына. Әр бабы, әр тарауы жойылмайды, шектеуде және тегін қойылмайды. Келісім шарт жасасқан барлық шетел қазақтың ата заңын мойындайды. Өркендеп өз қолына алған ісі, биікке қазағымның самға құсы. Халық боп қадір тұтып қастерлеген ата заң, азат елдің ар намысы. Babalara soludan alar Taladay darхан көңіл ай Көктемдей жоңар жандар ай Сәуледей әппақ ол пейіл ай Қазақтың қайран ол қарттар ай Өзіңе мәңгі қарыздар ей Ұрпақтарыңе артағай Аузына елді қаратып Қыдыртып қойып
шақшасын шешіре жырды таратып әңгіме қылып жас шағын көкей кестігүй толғап жүрсің бе есен қарттарым. Babalar asıldan alar atыңды бердің тілекпен ұлы бол деп адамнан ізгілік жолын үйреткен атасы болдың ол балаңнан. Ақсақалдар қазақтың ей асқар таулар ей даламнан ақсың қарғысың тоғырда тұлпарың жарау белдеудей сал домбыра қолыңда жыр шулап кәрі кеудеңде Адамның қайран қарттар ей алыстап кеттің сен неге Babalar asıldan alar. Қазақстанда демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде бекіткен ата заңымыз 9 тарау 98 баптан тұрады. Конституцияның 3 бабының 1 тармағында мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы халық делінген. Бұл конституциялық норма Қазақстанды халықтық мемлекет ретінде көрсетеді. Халықты жоғары биліктің иесі ретінде тану ел тәуелсіздігінің көрінісі.
Қай мемлекетте де оның әрбір азаматының ерік жігерімен таңдауы сол елдің басты заңы аясында жүзеге асады. Ең бастысы, бұл құжат өзінің нормалары мен принциптерінің көмегімен ғана емес, бекітілген идеялар арқылы да қоғам мен мемлекетті өркениетті елдердің қатарына жетелейді.
Köter dağı dünya, köter dağı, gülün menen köngülde köter dağı yay, gülün menen köngülde kötermeseň oynaganym külgenim beker dağı yay. Kızıl güldü alaşa, izleyenim tamaşa, şaynay bir жазlar жана şey. Kızıl güldü alaşa, izleyenim tamaşa, şaynay bir жазlar жана şey. Daryanın kayık öter, bel baspasan ayağın tayıp gider ay. Şahsı kendim jaman koyup, sırında aytsan, осы топтан шықпай-ақ жайып кетеді ay. Қызыл гүлдей алаша, іздегенім тамаша, жайнай бер жастар жаңа жай. Қызыл гүлдей алаша, іздегенім тамаша, жайнай бер жастар жаңа жай. Жайнай бер жастар жаңа жай. Ғасырлар сырын шерткен жер, шашақты найза қолғалы бұрандап бабам өткен жер. Ақсақалды абызбен ақсамайлы аруана заманның зарын шеккендер,
ұрандап шықса батыры, жыр арнап оған ақыны, от өлеңін төккен жер, елім-ай әнін зарлатып, өдере жұртым көшкен жер, белі кетіп майысып, қара нарым шөккен жер, зар заман өтті не түрлі, оған куә көкпен жер. Осылай сөзі бастасам, тыңдаған жұртым сөкпеңдер, ал бүгін бәрі басқаша, ал бүгін бәрі басқаша, жаратқан ием сақтаса бай қуатты боп өскен жер. Бабамның жатқан сүйегі, қойнап оғытты киелі, дәл осындай даламның топырағын сүймей өтпеңдер. Ұлы даланың төсінде тәуелсіз елге айналып мәртебем биік өсуде. Асқақтап асыл айбарым, желбіреп көкте байрағым, еркіндік лебі есуде. Жаңарған жаңа заманда, жаңарған жаңа қоғамда, шуақты мына заманда қуатты ғұмыр кешуде. Тынысын алып кеңінен, әлемнің сөйлеп төрінен, қол қойдық талай шешімге, бітімі бөлек басқадан, келеді жайна бастанам, еркелеп сұлу есілге. Қиындық елім көп көрді, қиындық елім көп көрді, басынан талай өткенді, тар жолды тайғақ кешуде. Барлығын жеңіп солардың, күніме қайта оралдым, түзелді бүгін көшімде. Бірлікте болса ел іші, тәуелсіздіктің жемісі, осыны сақта есіңде. Тарихым тасқа жазылған, өсер елдің баласы, санаңнан мұны өшірме. Мәңгілік ел мұратым, береге бірлік қуатым, арайлап атқан нұр таңы, ұлы даланың ұрпағы, асу көп әлі шығатын, таңдай суға болмайды, ойлама тіптен ол жайлы, санаңыз болса оғатын. Жақыннан жаулық жасатып, тасада тұрып тасатып, жаулар көп іштен шығатын. Лайламасаң дініңді, шұбарламасаң тіліңді, ол да бір сенім қуатың. Береке бірлік кетпесін, рухың асқақ көктесін, әлемге жетіп тұратың. Тыныш қылып түніңді, көп қылғай құдай күніңді, сән салтанаты құрадың.
Ардақты ағайын, Конституциямыздың мерейлі 25 жылдығына арналған онлайн мерекелік концертімізде аяғына келіп жетті. Басымызға қонған бақытымыз, бейбітшілік мәңгі серігімізге айналып, еліміз бен жеріміз, халқымыз аман болып, бостандықтың кепілі Конституциямыз жасай берсін. Біз ортақ тарихи тағдыр біріктірген Қазақстан халқы. Байырғы қазақ жерінде мемлекеттілік құра отырып, өзімізді еркіндік, теңдік және татулық мұраттарына берілген бейбітшіл азаматтық қоғам деп ұғына отырып, дүниежүзілік қоғамдастықта лайықты орын алуды тілей отырып, қазіргі және болашақ ұрпақтың алдындағы жоғары жауапкершілігімізді сезіне отырып, өзіміздің егемендік құқығымызды негізге ала отырып, осы Конституцияны қабылдаймыз деп ата заңда көрсетілгендей, Қазақстан Республикасының әр азаматы армандаған мәңгілік ел аяулы мекенге айналары сөзсіз. Баршаңызды Конституцияның 25 жылдығымен құттықтаймыз. Бейбіт ел болып, береке бірлігіміз арта берсін.